Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен видео ортында отқан бұл мен Нурик және де видеоілкі жол рубрикасының номер 1 бөліміне қош келдіңіздер. В общем, видеоілкі жол рубрикасында біз не істейміз, яғни қолда бар заттың бәрін істейміз десек те болады, яғни семья ашамыз, алдағы уақытта сол семьяны дамытамыз деген сияқты. В общем, сонымен қатар осы видеоілкі жол рубрикасы Taganrog серверінде болады, сондықтан біз енді көп созбай видеомызды бастайық. Так, мінекей біз ойынға кірдік. Ең алдымен біз әрине Дядя Михалычтың заданияларын орындауымыз керек. Так, мына жерде понятно деп басып жіберейік, яғни понятно. И мына жерде біз ферманы таңдайын десем, ол алыс жақында болғанымен просто ол дұрыс жасай алмаймын, сол ферманы түсінбеймін. Короче, и енді біз шахтаны таңдаймыз. Әрине скутерді 0 рубльге арендовать етіп алып шахтаға қарай баратын боламыз. В общем, мінекей біз енді өткізіп жүрген болатынмын, яғни шахтаға келген кезімді, өйткені ол жер прям өте ұзақ болды, слишком ұзақ десем де болады. Короче, и енді өткізіп, қазір енді мына жерден мопедімізді қойып, яғни скутер десек те болады, яғни мопед, скутер бәрібір. Короче, и енді осылай түсіп, так далені басамыз и ағарай біз шахтаға кіре беретін боламыз. Так, енді біз шахтаға кірдік, қазір қара экран болып бізге. Так, мінекей біз ожелердің бәрін да деп өткізіп жүреміз. Әрине, и ағарай біз, короче, қазір 1000 рубль табуымыз керек шахтада. Мінекей біз уже шахтаның киімін киіп алдық. Так, мінекей зор болып тұр, прям десем просто келмейді да. В общем, и енді мына жерді таңдамай, әрине мына ортаны таңдағым келіп отыр өзім. Так, осы жерден істеген өзіме удобно десем де болады. И в общем бізде мінекей 100% болды. И осы жерден отпечатка пальцема, короче, пальцема, в общем, соны басып жүретін боламыз әрине. И енді осы тас па, короче, не, в общем, көмір ме бір нәрсе, в общем, бірақ көмір десең көмірге де келмейді. И енді біз ағарай, біз бірінші неден қанша таптық осы. Так, қазір көрейік. Так, бірінші осы апарғанымыз үшін бізге 216 рубль берді. Бізге примерно осыны әлі 4 рет апару керек болады. И уже біз екіншінен де бітірдік, және біздің қолымызда 462 рубль болды. Ал бұл үшіншісі. И короче, қазір біз осыдан кейін төртіншісін әкелеміз. И мінекей достар, біз уже төртіншісін әкелдік. И бізде бұл соңғысы болу керек. И чё за хуйня? Мына жерге әкелінбей жатқанын қарасай. Ой бәлә. Актив жарқын жақта өмір сүр болды. В общем, активіміз шайып бізді ойыннан лақтырып жіберді. И енді қайтадан сол шахтаға баратын боламыз. Десем бұл завод екен ғой. Өздерің көріп тұрғандай, мінекей мен уже заводқа келдім. И қазір енді осы жолы біз жұмысымызды точно аяқтауымыз керек, яғни 1000 рубль тауып, и бұл заданиясынан құтылуымыз керек Дядя Михалычтың. И қазір так Blackpass задания орындалып кетті. Қазір біз оны алатын боламыз. Біз осы жұмысты бастағанымыз үшін, яғни завод жұмысын бастағанымыз үшін бізге берді, яғни 1000 рубль берді, және 300 ВП XP берді десем де болады, яғни ехіп дейма сондай. Короче, и енді мына жерден біз материал аламыз. Так, дәл осы жерден. И мына жерге қазір ар жағына барсам ба екен. В общем, мына жерге бара берейік бәрібір. И работасы материалым, короче, 50-ге келді. Бірінші отпечатка пальцаны басып, и соңғысында басып жүретін боламыз қазір. Енді мынаны біз неге апарамыз, короче, осындай бір контейнер сияқты не бар. Яғни бұл завод болғандықтан бұл жақта не істейтінін білесіңдер өздерің. И хорошо деп бәрін басып, и енді осы заводты бітіріп болғаннан кейін ары қарай жолымызды жалғастырамыз әрине. Мінекей біз заводтан 1000 рубльімізді таптық. Так, әрине жұмыстан шығамыз. И бізге так қазір, короче, заводтағы ақшамызды және 3000 рубль қосып берді үстіне, және 1 XP берген болатын. Чатқа хэштег деп өзімнің статистикамды қарайын деп жатырмын. Мінекей көріп тұрғандарындай бірінші левел, короче, дым жоқ десем де болады. 2 XP толған. И енді ағарай бізге скутерге отыру керек. скутерімізге отырып, қазір біз 24-7-ге барамыз.
жаңағы заданиялардың бәрін орындап, мына жерде мен өзіме новый сим-карта алған болатынмын, яғни дәл осындай сим-карта 750071 деген. Енді осы Таганрог серверінде осы сим-картамен әзірше жүре тұратын боламын. И ертең донат салып жатсам, 4 сандық сим-карта алатын боламын. И қазір мына жерден букет цвети аптечка жеп алайық қазір. Аптечка жеп болғаннан кейін, букет цвети алып, сол Blackbass'ın заданиясын орындайтын боламыз. Жаңағы Blackbass'ın заданиясын артынан орындаймын дедім да, и мына жерде біз қазір осы одежда магазинге кіріп, Абибас сатып алатын боламыз, яғни. Так, мінекей, купить 5000 рубльге сатып алатын боламыз. Жоқ, 5500-ге, то есть, яғни сатып алып болғаннан кейін, біз инвентар деп, слэш инвентар командасымен оны киіп аламыз. И бізге қазір ағарай права алу керек. Кейбір новичоктар білмейді, яғни праваны алу вообще оңай десем де болады, яғни бұған кейбірлері өздері жауап беріп жатады, бірақ бұл вообще оңай. Яғни сендер любой телефоннан немесе телеграмнан, өздерінің телефондарынан телеграмды жанына шығарып ашып алып, соның ішінен де немесе басқа, яғни мамаңның немесе папаңның телефонынан, ашып алып, ютубты ашып алып, соның ішінен, былай граша права десеңдер шығатын болады. И мына жерді мен әрине права алған жерімнің бәрін 2x немесе 3x пен өткізіп жүремін. Правамыздың срогын 30 күн қылып алдық, яғни бізге праваның срогын 30 күнге берді. И мінекей біз прававы, алып алған болатынбыз. И енді бізге 10.000 рубль және 1 XP берген болатын. Біздің қолымызда қазір 26.000 рубль. Жаңа видеоның орта жағында айтқан болатынмын, яғни Blackbass задания орындаймын деп. Мінекей біз уже біреуге букет цвети сыйлаған болатынбыз. И қазір хей командасымен оның айдиін жазу арқылы біз оның рукасын алатын боламыз. Так, руканы қабылдады и все. И ойында 20 минут отқаным үшін маған осындай Camry 3/5 берді. Қазір оны шығарып алатын боламыз. Так, мінекей 7500 рубліміз кетіп қалды бұған. И енді қазір машина ал деген задания орындалатын шығар. Так, ой бәлә дейтіндей бар ғой енді. Қазір біз автошколға барып, осы Camryмен барып, өзімізге заз алып көретін боламыз, егер болса заз. В общем, менде бір но болып тұр, ол қандай но десеңдер, в общем, мен жаңа сендерге айтқан болатынмын, яғни Camryмен кетіп жатқан кезде мен видеоны өшіріп қойған болатынмын, и мен қосуды ұмытып кетіп, осы машинаны алдым, осындай, атын ұмытып қалдым. Осындай 05 тау машина, и осыны алып, и оның бәрі бізде запись түсірмей қалды, яғни видео записім түсірмей қалды. И в общем, сендерден кешірім сұраймын, маған алғаным көрінбей қалыпты, И енді қазір біз работа жасауымыз керек, яғни курьер жұмысын. И содан біз почти бір заказды тапсырып тастауымыз керек қой, Формамызды алып, енді біз өзіміздің осы 05 машинамызға мініп, заказымызды ала беретін боламыз. Ал мінекей біз Ляля Михайловичтің соңғы заданиясы, яғни осы курьер жұмысын аяқтап тастау, и біз аяқтадық, в общем, бізге түсіндіріп жатыр. Біз новичок емес, біз әрине. И енді біз қазір Ляля Михайловичке барып, қазір біз киімімізді ауыстыруымыз керек,
Так, енді деп статистикамызға қарасақ, бізде 2-ші уровень және 7-ші опыт. И алдағы уақытта осы квестерді орындап, мен по-любому келесі бөлімге шейін 3-ші левелға жетіп алатын боламын. Мінекей, мен мына жерде Black Pass аренасын орындап жатырмын. Бізге орындағанымыз үшін 1000 VP XP және 5000 рублей берді. Так, мына жерде біз ежедневный кейс бар екен, соны ашып жүретін боламыз қазір. Так, чатқа ревард деп жазып, так, тын таппай жатырмын. Мінекей тауып алдық. И біз мінекей ежедневный кейсті ашамыз қазір. Так, енді бізге қазір XP керек, 4 немесе мынаяқта 2 XP тұр екен. И бізде так осы 6 XP түсіп кетсе, так, и басып жүреміз. Так, VP XP берді, мінекей, так, Black Pass'ның XP. И мен жайлап не орындап жатырмын, квестерді орындап жатырмын. Мына жерде мен көзіме очки алдым, яғни сол үшін бізге 10 000 рублей берді. Мен 10 000 рублейға сатып алдым, И енді біздің чатқа де жазатын болсақ, бізде 9-ші опыт толған. Осы видео кейбір подписчиктерімнің сұрауы бойынша ұзағырақ болды. Егер де осы видеоға 50 лайк және 500 просмотр точно жиналатын болса, мен осылай, яғни кемінде 10 минуттық видеолар салып отырамын. И сендермен болған мен Нурик, қош сау болыңыздар.